Сарыағаш ауданын толық аралап, кеңес беруді жалғастырып келе жатқан мобильді орталық Дербісек және Ақжар елді мекендеріне табан тіреді. Мұнда да халық пен оқушылардың басын қосып, еркін тақырыпта жиын өткізді. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Меншігіміздегі бір апта бойы ауданымыздың ауылдарын аралап, толық қамтылған кеңес беруді көздеген жастар ресурстық орталығының жанынан құрылған арнаулы мобильді топ өз сапарын жалғастыруда. Ендігі нүкте Ақжар ауылы. Аталған өңірде олар мектеп оқушыларымен қоса жас мамандардың басын қосты. Басты бағыт болашақ түлектерге және жұмысқа жаңа орналасқан азаматтарға мемлекеттік бағдарламалардың маңызын түсіндіру. Барлықтарыңыз ұбт тапсырасыздар ма осы жылы? ұбт-дан кейін қайда оқуға түсейін деп жатырсыздар? Жалпы осы серпін бағдарламасын сіздерге қысқаша тағы да түсіндіріп өтейін. Бұл серпін бағдарламасы жаңа 11-ші сынып және де колледж студенттеріне арналған бағдарлама. Бағдарламаның тиімді жақтары солтүстік өңірде барып оқу. Аталған топта заңгер, психолог, теолог, жұмыспен қамту тағы басқа өкілдер бар. Олар Дербісек ауылдық округіне келді. Аталған аумақта да тұрғындарды кеңес алуға шақырды. Әр маман өзіне қатысты сұрақпен келген азаматтарға жауап беріп, сұрау иелерін мемлекеттік бағдарламалармен таныстырды. Дипломмен алуға бағдарламасы бойынша өзімнің кеңесімді алдым. Кеңесте осы дипломмен алуға бағдарламасы жастарға қандай тиімді екенін, және болашақта үй алуға қандай көмегін тигізетін екенін, төмен пайызда несие беретін екенін бәрін түсіндірді маған. Және де осы болашақта осы дипломмен ауылға бағдарламасын өзім дұрыстасам ба деген ойым бар алдағы уақытта. Мобильді топта мектеп оқушыларына жауапты мамандар да бар. Олар теолог, енді бірі психолог. Аталмыш қызметшілердің міндеті серпін және басқа да мемлекеттік бағдарламаларды таныстыру. Онымен қоса оларға психологиялық кеңес айту. Бүгінгі мобильді топтың жоспарында Ақжар ауылдық округі мен Дербісек ауылдық округінің мектептерінде жастармен, ауыл тұрғындармен кездесу жұмыстары болып өтті. Кездесу барысында біз жастарға психологиялық, заңгерлік, мемлекеттік бағдарламалар, басқа да мемлекеттік бағдарламалар бойынша кеңестер, түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Жалпы мен жастарға мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіріп өттім. Ең басты бағдарламалардың бірі серпін бағдарламасы, әлем білім, болашақ және тағы басқа бағдарламаларды түсіндіріп өттім. Жалпы бүгінгі мобильді топ, жастар орталығының мобильді тобының қызмет барысында жаңа айтылып өтілгенде психологиялық, заңгерлік және құқықтық мемлекеттік бағдарламалар бойынша түсіндіру жұмыстары және кеңес беру болатын тұғын. Мен жастар орталығының психолог маманы Көшкінбаева Айман аты жөнім. Алдыма келгені жалпы ауыл тұрғындарына, мамандарға, ата-аналарға бала мен ата-ана арасындағы қарым-қатынас және балдар арасындағы түсініспеушіліктерді шешу жолдарын түсіндіріп өттім. Жалпы алдыма келген ата-аналарға, мамандарға, оқушыларға өзіне керекті психологиялық кеңестерін беріп өттім. Аталған топ апта бойы Сарыағаш ауданы көлемін кеңес берумен толық қамтымақ. Ұйым мүшелері тұрғындарды еркін сұхбаттасуға шақыруда. Мейірхан Бақшанұлы, Айдос Дәулет, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.